Батырхан, тырнақты тістеуге болмайды. Бүгін мен саған тырнақты тістеме деген қисса айтып берейін, тыңдайсың ба? Иә. Жақсы. Ертеде Батырхан бір кедей жігіт болған екен. Ол қанша еңбек етіп жүрсе де, тойып тамақ ішкені болмаса, еш байымапты. Еш малы да болмапты. Содан ол Мекке деген шаһарда пайғамбар бар. Сол барлығын білет дегенде естиді. Бірнеше күн жүріп, пайғамбардың алдына келеді. Содан әлгі жігіт: мен қанша еңбек етіп жатырмын, қанша жұмыс істеймін, бір байымай ақ қойдым. Неге маған байлық келмейді деп сұрайды. Бірақ ол жігіттің бір жаман әдеті бар екен. Ол тырнағын тістелегенді жақсы көреді екен. Пайғамбардың алдында тұрғанда да ол жігіт тырнақтарын тістелеп тұрады. Пайғамбар осы әдетін байқап қояды. Сен жақсы боласың, жағдайың түзеледі. Бірақ сенің бір жаман әдетің бар екен, жігітім. Сен тырнағыңды тістелейді екенсің. Ал тырнақ тістеген кезде байлық, жақсылық келмейді дейді. Жігіт өзінің жаман әдеті барын түсінеді. Сол күннен бастап тырнақ тістегенді қояды. Жаймен еңбек етіп, мал жанды болып, жігіттің жағдайы жақсы болыпты. Сондықтан Батырхан, сен де тырнағыңды тістеуші болма. Түсіндің бе? Иә.